Құрметті көрермен, дәл қазір біз 4-ші кезеңді бастағалы жатырмыз. Бастамас бұрын Дәулет аға алдымен қатысушыларымызға сайыстың ережесін, қауіпсіздік ережесін барлығын толығымен түсіндіріп өтсін. Жалпы мынау Opel автокөлігінің статоры. Бұны толықтай бөлшектейміз. Винтексті алмаймыз, винтекс өзінің орнында қалады. Барлығыңыз білесіздер ғой винтекс не екенін, хабарларыңыз бар. Винтекс алмаймыз. Сосын втягивающий релені тек қана ажырата аламыз дағына. Втягивающий релені шашудың қажеті жоқ. Түсінікті ғой, артын крышкасын ашып шашудың қажеті жоқ. Қалған бөлшектерді щеткасын, якорды, вилканы аламыз. Түсінікті қайтадан соны жинаймыз, шашып аламыз, қайта жинаймыз. Сұрақтарыңыз бар ма? Қояды. Ендеше сіздерге іске сәт. Бұл кезеңде 5 қатысушымыз да тапсырманы бір мезетте бастады. Сайыс әділ қазалқаларының жіті бақылаумен өтіп жатыр. Әрбір бөлшекті дұрыс жинау және ұқыптылық сонымен қатар уақытта бағалау критерийі бойынша есепке алынатын болады. Құрметті көрермен, дәл қазір біз 4-ші кезең, яғни шешуші кезеңімізді алғаш аяқтап шыққан Нартайдың жанындамыз. Нартай, жалпы іштегі сезім қалай дәл қазір? Іштегі сезім қазір қорқынышты болып тұр маған. Қобалжың болып тұр. Комиссия адамдар келіп көріп тексеріп қарап отқаннан кейін қатысушылардың бәрі 5 адам бірге тұрып істеген екен де бір өзгеше сезім. Жаңа біз байқап тұрдық, сен алғашында қобалжығаннан ба, әлде байқамай қалдың ба, жерге бір бөлшекті түсіріп алдың алғашында? Щетканы түсіріп алдым, бірақ ол кезде қобалжумен затты алам деп күш салып жүріп жерге түсіріп алғанмын. Ал дәл қазір іштегі қатысушылардың процесін қалай жүріп жатыр, білесің бе өзің? Байқадың ба, қалай жүріп жатқан? Олар істеуі енді асықпай болып отыр, бірақ олар түсініп істеп жатыр да. Олар ашпаған шығар, мен де ашпаған шығар. Бірақ мен білетін болғаннан кейін істей алдым да. Бірінші шыққан себебім де сол болуы мүмкін. Олар енді қазір оны біліп, түсініп, одайкын барып асықпай шығып жатыр деп түсінемін енді. Құрметті достар, ендеше қалған қатысушымызға сәттілік тілей отыра, Нартайды шын жүректен құттықтаймыз. Құрметті достар, араға бірнеше минут қана салып, біздің екінші қатысушымыз Абу да өз тапсырмасын аяқтап шықты. Абу, көңіл күйің қалай? Жақсы. Жалпы іштегі процесс қалай жүріп жатыр? Сезім қалай іштегі? Өте жақсы құрап шықтым. Счетлерін бәрін орнына қойып, полный. Ал енді как іштейік? 5 қатысушы қатар тұрып, алдарыңда әділ қазалқалар отырғандықта іште сезім қалай болды? Шамалы сасқақтайсың. Ондай сезім болады любой адамда. Өзің процесс барысында қателік жібердің бе? Жоқ, нормально құрап шықтым да ойлаймын. Счетлерін бәрін орнына қойып. Тапсырмаға өзің істеген жұмысқа сенімдісің. Қалай шаштым, солай жинадым. Құрметті достар, ендеше біз тағы да келесі қатысушы шыққанын күтетін боламыз. Құрметті көрермен, біздің тағы да бір қатысушымыз, яғни Серікболсын мырза да 4-ші кезеңді аяқтап шықты. Серікболсын мырза, көңіл күйіңіз қалай? Көңіл күй өте керемет. 4-ші кезең өте жеңіл өтті өзім үшін. Басқа сайыскерлер үшін де білмеймін. Комиссия мүшесі қарап отырды, бірақ өзімізде қобалжу ешқандай болған жоқ. Күнделікті процесс, күнделікті жұмыс жүріп жатты. Ал жалпы сол процессті жасау барысында бір қателіктер жібердіңіз бе? Жоқ, қателіктер орын алмады. Осы 4-ші кезең бойынша жалпы ешқандай қателіктер болмады, уақытынан бұрын шықтық. Ал қасыңыздағы қарсыластарыңыз жаңағы олардың жұмыстарына қалай пікір білдіресіз? Жалпы қазірде біздің алдымызда шыққан қатысушылар бар, әлі жинап болмаған қатысушылар бар. Енді оны бағалап жатқан қазылар алқасы, комиссия мүшесі бар. Одан бөлек жалпы жұмыстары барлығына таңсық. Стартерді бөлшектеу, жинау ешқандай қиындық туғызбайды деп ойлаймын қатысушыларға. Жалпы сайыс керемет, жақсы өтті. Құрметті достар, енді біз іште небәрі 2 ғана қатысушымыз қалды. Соларды азға күтеміз.
Мінекей достар, біздің тағы да бір қатысушымыз, яғни Дидар да өз тапсырмасын аяқтап ортамызға оралып отыр. Дидар, іштегі процесс қалай жүріп жатыр? Іштегі процесс өте жақсы. Стартерді полный шашып, қайтадан жинап шықтық жаңағыдай. Ол жерде комиссия мүшелері отыр, бірақ комиссия мүшелерінің қарауы олар бізге қатты әсер етпейді. Өйткені көлік жүндегенде қанша адам басында үңіліп тұрған кезде де жүндей беретін кездер болады. Сондықтан маған қатты қиынға соққан жоқ. 30 минут берілген, оған дейін бітіріп шықтым. Ал жалпы жұмыс барысында бір қателік жіберіп немесе бір қиындық туғызды ма саған? Жұмыс барысында менің уақытымды көп ұстаған стартердің щеткасы болады. Сол щетканың пружиналары шығып кеткен болатын. Соны салам деп кішкене уақыт соған кетіп қалды. Ал қалған шаш жинауда басқа проблема болған жоқ. Я, құрметті көрермендер, енді сайыстың барысында бізде бір ғана қатысушымыз қалды. Оған сәттілік тілейміз. Ал достар, біздің көптен күткен автомеханик бағыты бойынша жарысымыз өз мәресіне жетті. Аталмыш 4 кезеңде аяқталды. Өздеріңіз көргендей, қатысушыларымыздың барлығы белсенділік танытты, бірі қобалжыды. Десе де, біздің жарыста жеңімпаз біреу ғана болу керек. Ал оны алдағы уақытта білетін боласыздар. Я, өте дұрыс айтасың, Аселия. Жалпы жарысқа балдар өте белсенді қатысты, яғни соңына дейін барлығы өз істерін мұқият атқарып шықты. Дәулет мырза, жалпы жарыс бойынша өзіңіздің пікіріңізді білдірсеңіз. Жалпы жарыс соңғы рет болғаннан кейін жалпы өзім тәлім ретінде де менде де қобалжу болды. Бұл жарыс қалай болады екен деген сияқты. Жалпы жарыс ойдағыдай аяқталды деп ойлаймын. Алдағы уақытта жалғасын тапса екен дейміз. Жалпы қатысушыларға мың алғыс, себебі 2 күн бойы оңай емес, уақытылы келіп, өздерінің уақыттарын бөліп, шеберліктерін көрсетіп, бөліскен үшін. Жалпы шын мықты жеңсін, барлықтарыңызға сәттілік. Біздің жалындаған жастарымыз міне бүгінгі сайыстың да қорытындысына мәресіне жетіп отырмыз. Ең бастысы жеңімпаз атану емес, ең бастысы үлкен жетістік ол қатысу. Іріктеуден жақсы өттіңіздер. Сонымен қатар бүгінгі іріктеудің арқасында бүгінгі 4-ші этапта аяқтап отырмыз. Сіздерге сәттілік тілейміз. Өте жақсы қатыстыңыздар. Тіпті арамызда өзінің саласы болмаса да, бұл кәсіптің маманы болмаса да, өзге маман иелері бар екені қуантады. Осындай тележобаларға көптеп қатысуларды сұраймыз. Ең бастысы нағыз кәсіптің иесі болыңыздар. Рахмет сіздерге. Айтап айтатын болсақ, 4-ші модульге келіп қарайтын болсақ, 4-ші модульда 30 минут уақыт берілді. Стартерді шашып жинау бойынша. Оның үстінде айтатын болсақ, Нартай қатысушымыз ең тез уақытта бітті. Өз берілген уақыттан 15 минуттың шамасында бітірді. Одан кейін атап айтатын болсақ, Абу қатысушымыз ол өзінде сәл қобалжу болды. Қатысушыда сәл ақаулармен уақытты сәл кешігу деп айта алмаймыз, но бірақ қобалжумен сәл уақытқа таяп бітті. Және Нұрсұлтан қатысушымызды атап өтетін болсақ, қобалжудың барысында жаңағы уақытқа 2 минут уақыт арақашықтығында бітірді. Ал бірінші неден бастайық? 4-ші модульдің бірінші қатысушысы Нұрсұлтан ғой? Иә. Нұрсұлтаннан бастайық. Уақыт 11 қаншада? 12:07 аяқтады. Өз уақытынан сәл кешікті аяқтады. Оны уақыттан кешіккен біз бәріміз көрдік, бірақ ол енді оқу стол үстінде өзін ұстауы, детальдардың бәрін қоюы бәрі былайша айтқанда сәл қобалжыды ол жігіт. Ол көрініп тұрды енді. Жалпы істің нәтижесіне қарай не айтасыздар? Орындар бөлшектер уақытында орнына қойылды ма? Ақау болды ма уже? Мынандай болды. Нұрсұлтанның қобалжыған себебі бірінші бөлшекті салудың орнына басқа бөлшекті бірінші салып қойды, кеші салып қойды, содан кейін орын ауыстырып алғаннан кейін бұл сәл кідіріңкі келіп қалды. Сөйтті қайтадан жинаған нәрсесін қайтадан бөлшектеп, қайтадан жинады ғой. Сөйтіп уақыт жоғалтып алды. Негізінде бас кезінде шашқан кезде ол бірінші шашып қойды да. Ол жақсы еді, ол бірінші тез шашып қойды, тұрды күтіп.
бірақ жинақтан кейін екіншісінде ол сәл қобал шығып қалды. Да, жақсы. Қайша сабырмен жинағанның өзінде де мысалы бір детальды бір рет салып қайттан алып қайттан салған бар да, сол кезде уақыт жоғалтып алды. Ал негізі бұл мысалы жаңа төртінші қатысушымыз мысалы burada бұл детальдің барлығын дұрыс жинақтағаны сол жағынан уақыт өтіп тұр да. Жоқ, бір нәрсе түсіріп алды ол затты ол. Дұрыс болса басында бөлшектеп жатқан кезде қақпағаны түсіріп алды да. Түсіріп алды ғой. Ал енді біз ол түсіріп алған нәрсені біз енді көріп тұрмыз, оны тағы да не жасаймыз? Тоже бір сәт айта алмаймыз. Енді burada ше мысалы мынау қақпақты түсіріп алды да. Арғысы жаңағындай щетканы екі рет алып салды. Мысалы сондай болып тұр да. Бірдей балл қояды. Екеуіне бірдей балл қояды. Екеуіне бірдей балл қояды. Бір кемшілікті болғандықта екеуіне бірдей, бірақ екеуіне бірдей қояды. Енді соны жасайық. Онда екеуіне бірдей балл қоямыз. Ол қатысушылардың арасында тіпті педагог бар деп естідік. Жалпы кім қай колледжден келген, қай саладан келген біз білмейміз. Тек қана біздер ол қатысушылардың аты жөнін ғана білеміз. Сонымен 4 кезеңдегі бүгін мен 4-ші кезең туралы айтқым келіп отыр. Қалған кезеңдерді өзім қасымдағы әріптестеріме қолға салам сөзге. Жалпы алғанда бүгінгі мына іс-шараның керемет өтілі барысында колледждің базасында ұйымдастырылып отыр. Қарап отырсаңыздар 5 қатысушында жалпы біз несін бағаладық? Біріншіден олардың іскерлігін, алған білімін, одан кейін ол білімді шыңдауын, дағдысын, оны іспен дағдыны бірге үйлестіріп қалыптастыруын, сонымен қатар техникалық қауіпсіздік ережелерінің сақталуын, өзінің ұстауын, тіпті мен осы ненің барысында, жобаның барысында әрбір қатысушыға біздер жюри емес, біздер клиент ретінде өзіміздің автомобилімізді жөндеткізіп отырмыз, сонда сезімде көруге мүмкіндік бердік. Әділғазы алқалары қатысушыларымызды 4 кезең бойынша талдап жатыр. Жеңімпаз барлық кезеңнің қорытындысы бойынша анықталатын болады. Бес қатысушы 4 модульден сайысты. Оның біріншісі қозғалтқышты бөлшектеп шашып жинау, екінші модулі беріліс қорабын шашып жинау, үшінші модулі автомобильге диагностика, яғни ақауын тауып автокөлікті оталдыру. Төртінші модуліміз бізде стартердің жаңағы айтпақшы Opel көлігінің стартерін шашып жинау жұмыстары жүргізілді. Бірінші кезеңге тоқталып өтетін болсам, бірінші кезеңге burada Opel автокөлігінің іштен жану қозғалтқышын бөлшектеп қайта жинау болды. Жалпы қатысушыларға 1 сағат 20 минут уақыт берілді. Барлық қатысушыда қозғалтқышты толықтай бөлшектеп қайта жинады. Олардың арасында бір оқ бойы оза шыққандары болды. 5 қатысушының ішінде Дидар қатысушымыз өз уақытынан сәл кешікті, бірақ толықтай жинады. Біршама қателіктерге жол берді, орын берді, яғни қозғалтқыштың бөлшектерін орындарын ауыстырып жинап қойды. Абу деген қатысушымыз мысалы қозғалтқышты өз уақытында бөлшектеп жинады, бірақ қозғалтқыштың 4 цилиндріндегі 1 цилиндрінің поршының ғана дұрыс салды дағыны 3-ші цилиндрдің поршының сақинасын сындырып алды жинау барысында. Осындай сәл кішігірім кемшілік қателіктер болды. Одан бөлек 3 қатысушымыз қалған Нұрсұлтан, Серікболсын және Нартай қатысушыларымыз, бұлар енді тәжірибелері, ептілігінде жағынан жақсы өздерін көрсете білді. Берілген уақыттан ерте және жұмыстарын тиянақты ерте аяқтады. Жалпы екінші кезеңге тоқталып өтетін болсақ, екінші кезеңде механикалық беріліс қорабын бөлшектеп қайта жинады. Бұл кезеңде де оқ бойы оза шыққандар болды, әттеген-ай деген жерлер болды. Атап айтатын болсақ, мысалы Серікболсын деген қатысушымыз беріліс қорабын бөлшектеп жинау барысында біршама қателіктерге бой алдырды. Мысалы беріліс қорабының кейбір бөлшектерін орнын ауыстырып жинап қойды. Ол кісіге айтып ескерттік. Сосын қайтадан бөлшектеп қайта жинады. Одан бөлек Дидар деген қатысушымыз да беріліс қорабын жинау бойынша тәжірибесі сәл аздау екен. 1 сағат берілген уақытта аяқтай алмай 1,5 сағатта толықтай беріліс қорабын бөлшектеп жинады. Бұл қатысушымызда
белес қорабының бөлшектерінің орындарын ауыстырып реттіліктерін қателер жіберді дағыны. Оған да қателерін айттық. Мынау 3 қатысушымыз қалған. Burada Нұрсұлтан және Нартай, Абу, осы 3 қатысушымыз белес қорабының 60 минут белесі осы уақыттан ерте аяқтады. Өздеріне берілген уақыттан ерте аяқтады және ұқыпты әрі тиянақты жинады. Жалпы 3-ші модуль бойынша барлық 5 қатысушы толықтай жұмыс орнына кірді, яғни автокөлікке диагностика жасады. Оның ішінде бір қатысушымыз визуалды дедіміз, жаңағындай наугад деп атамыз, солай жұмыс жасаса. Енді бір қатысушыларымыз нақты ережеге сай тәртіппен солай жұмыс жасаған қатысушылар да болды. Бастысы ақауды уақытында таба білу, дұрыс таба білу. Ол барлық дүниеге, бәрімізге қажетті, былайша айтсақ, өмірде кеңінен қолданылатын мәселелер ғой. Сондықтан үлкен қатысушыларға көп рахмет айтып, шынында да жақсы жұмыс жасады. Жалпы 4-ші тур бойынша бұл арада 5 қатысушы болды. 5 қатысушымызға электр статорын бөлшектеп қайта жинау болды. Ең бірінші аяқтаған Нартай болды. Одан кейін Абу, 3-ші болып аяқтаған Серікболсын болды. 4-ші бізде Дидар ең соңғы болып аяқтаған Нұрсұлтан болды. Нұрсұлтан өз берілген уақытынан кеш аяқтады. Яғни бізде 11:39 уақытында басталғанда Нұрсұлтанымыз қатысушымыз 12-ден 07 кеткен уақытында жаңа жұмысын аяқтады. Қатысушыларға сәттілік енді бағалау барысында сарапшылармен ақылдасып қажетті жаңағы жалғыз бір орын ғана болған екен, жалғыз бір орынды анықтаймыз. Қадірменді қауым, бүгін міне керемет іс-шараның аясында біз ұйымдастырылған керемет іс-шара аясындағы істің нәтижесіне қол жеткізіп отырмыз. Жалпы алғанда Түркістан қаласы әкімдігінің ішкі саясат бөлімінің тапсырысымен Береке қоғамдық бірлестігінің ұйымдастыруымен өтіп жатқан тәлімгер әлеуметтік реалити медиа жобасының 4-ші кезеңі аяқталып тұр. Бүгінгі 4 кезеңге қатысқан біздің 5 қатысушыларымызға үлкен рахмет айтамыз. Керемет жобаның аясындағы біздерді бәрімізді бас қостырып, бүгінгі мына Түркістан Кентау қаласының жастарымен осындай өздерінің іскерліктерін, білімпаздықтарын, шеберліктерін шыңдалған оқыған мәселелердің барлығын осы қазіргі практикалық түрінде біздерге қазір көрсетіп таныстырып өтті. Біздер мына комиссия, әділ қазылар мүшелері қазір қарап бәріміз ақылдасып ортақ балда шешіп отырмыз. Жалпы алғанда 5 қатысушының барлығы жақсы дайындықпен келген. Енді арасында әрине қобалжу, басқа дегенде болады, жас ерекшелік физиологиясы болады дегендей. Дегенмен де енді мына қатысушыларға біздерге бүгінгі мына тың осындай жоба аясында тағы да қанаттары талмай ары қарай бұны жалғастыруды ұсынамыз. Ары қарай шеберліктер шыңдай түсін. Алдымызда басқа да осындай сайыстар болады дегендей. Сонымен енді мен әріптестермен бізге қазір ақылдасып отырып, 2 жақсы осы мамандары бұл саланың қатысушы Нұрсұлтан жалпы ұпай саны 39 алды, Абу 49 балл алды, Дидар 43 балл, Серікболсын 53 балл, ал ең ұпайдың шегіне жеткен біздің жас маманымыз, болашағын үлкен үміт күтетін маманымыз 59%-бен Нартай. Сондықтан Нартай жеңімпаз деп шешім қабылдадық.